Құрметті Қазығұрт ауданы тұрғындары, бәріміз білетіндей, жаңа әкімнің ауысып келгеніне 1 жыл толмаса да, Қазығұрт ауданында үлкен өзгерістер болды. Мысал ретінде айтар болсақ, Қазығұрт ауданында бұрын-соңды болмаған қоқыс жәшіктері салынып, Қазығұрт ауылының көшелерінің барлығына тас жолдар төселінді. Ешанқұл ата базарының алдына мүгедектерге арнайы салынған автотұрақтар іске қосылды. Бұл әлі соң емес. Қазығұрт ауданында жастарға арналған саябақтар ашылып, отбасы аллеясы Қазығұрт ауылының көркіне айналды. Шында да биылғы жыл Қазығұрт ауылы үшін ерекше, сәтті жыл болды. Отбасы аллеясының маңындағы ойын алаңқайлары бүлдіршіндердің шында да көз қуанышына айналды. Осындай игі істердің куәсіне айналған Қазығұрт ауылының тұрғындарын пікірін білу үшін біз Ешанқұл ата базарына жол тарттық. Жалпы Қазығұрт ауданында отбасы аллеясы ашылды. Барып демалып көрдіңіз бе? Пікіріңіз қандай? Бұл жазда біз әр күні достарымызбен бұл жерге келетінбіз. Түрлі жаңа технологиялар, гироскутер деген жаңадан шыққан. Сонымен күнде келіп ойнайтынбыз. Саламатсыз. Төлеген Телғараев мырза әкім болғалы бері Қазығұртымыз өте көп өзгеріп, гүлдену барысында сол жайлы жалпы ойыңызды айтып кетсеңіз, жаңа әкім келгелі қандай өзгерістер байқадыңыз? Өзгеріс көп. Мына жаңа әкім келгелі бері осы Қазығұртқа кіреберіс үлкен аллея ашылды. Рахмет. Одан кейін мына жерлерге, мына стоянкаға инвалидтер қоятын не ашып қойды, отдельно тұрақ ашып қойды. Брусчаткалар салып, жақсы нәрселер көзге түсіп жатыр. Аудан әкімі өзгеріп келгелі, Телғараев Төлеген ағамыз келгелі, аудан орталығында біраз өзгерістер болды. Мынау базардың алды, мынау брусчаткалармен жөнделіп, мынау парктеріміз жөнделіп, біраз өзгерістер болды. Асфальт кіріп жатыр, мынау шаруашылыққа газ кіріп жатыр. Жақсы. Аллаға шүкір, бәрі болып жатыр, жайлап. Саябақтар ашылып жатыр жаңа. Өзгерді, көп нәрсе өзгерді. Халықтың жағдайы жақсы, жолдар жақсы. Кеше ғана міне шаруашылыққа қанша жол түсті. Ауыл арасында шаңқайға газ кіріп жатыр.